Мына осылардың бәрі сатылады. Мына, ассалаумағалейкум. Осынау таза-қанды альпийский занен ешкілер сатылады. Альпийский және занен таза-қанды ешкілері. Мына жерде балам түгел емес сияқты ғой, мына жерде. Әртіс іште қап кетті ма? Мына осы ешкілердің бәрі сатылымда. Мына барлығы осындай сүтті ешкілер. Мына барлығы өте әдемі. Линияларының бәрін тексеріп көрсетіп бере аламын. Барлығы сүтті линиялардан аналарын, әкелерін бәрін көрсетіп беремін. Мына көрсеңіздер, занендер де өте әдемі. Екі занен мына 1,5 жастарында қашқан. Мынау да пиакок, мынау сангу, мыналар пиакок, мынау пиакок, мынау да пиакок. Классика. Мына қоңырда қазір буаз, ол да жақында төлдейді, құдай қаласа. Март болу керек жобасы. Оның қашқан текесі де пиакок. Бұл жердегі ешкілер 5 түрлі линиядан текеге түсіп тұр. 5 түрлі линияда текеге түскен. Барлығы өте қандары жақсы, сүтті линиялар. Мынау жәнде кішілеу шыбыштарды көрдіңіздер ғой. Ар жағына қарай өтіп кетті. Отырған. Мына шыбыш бар, кішілеу. Одан кейін тағы да біреуі бар. Олардың өзі, линиялары өзі сондай. Ойлары пәстеу, бірақ сүтті. Мынау ғой екіншісі мынау. Бірақ өте сүтті линия, жақсы. Көріңіздер, осылардың барлығын бір жерден алатын адам болса, барлығын келістіріп берем. Барлығы привозной, жаңа линиялар, жаңа қандар барлығы. Аламыз деген кісілер болса, хабарласыңыздар 8702 509 91 63 нөміріне. Көріңіздер, осы ешкілер сатылымда барлығы. Қазір енді барлығы привозной, сырттан келіп тұрған ешкілер, барлығы адаптациядан өтіп қойды. Құдай қаласа, мына барлығы күйлері жақсы. Ассалаумағалейкум, канал көрермендері. Мына осы барлық сүтті линияда жаңадан келген привозной шыбыштардың барлығы сатылады. Яғни жастары 10 ай, 11 ай, одан кейін 1,5 жасарлар. Ең барлығы отборный ешкілер, сүтті линиядан барлығы. Осылардың бәрі сатылымда. Мына көрсеңіздер, өте керемет, әдемі барлығы. Осылардың бәрі сатылымда. Барлығын бір жерден алатын адамға жақсы келісім болады, жекелеп те сатылады. Барлығының линияларын көрсетіп бере аламын. Өте сүтті линиялардан жақында кірді бізге, привозной, жақсы. Жаңа қандар, жаңа линиялар, денсаулықтары барлығы жақсы. Қазір енді мына жерде тек 3 басты ғана текеге қосқан жоқпын. Яғни мынаны қосқан жоқпын. Мынаны қосқан жоқпын, мына пиакокты и сангуды қосқан жоқпын. Мынаны кеше 30 декабрь күні қостым, қателеспесем. Мынау күні кеше қосылды. Осылардың барлығы сатылады. Мынау 1,5 жасарларым мыналар. Өте ірі, әдемі. Одан кейін мынау құрметті көрермендер, комментарияда отырып, ерігіп отыратын диванный критиктер өтініш сіздерден. Болмайтын әңгімелерді жазбаңыздар. Осындай қылып әуелі өздеріңіз істеңіздер. Аллах нелеріңізге беретін болса, ниеттеріңізге қарай, бақтарыңызға беретін болса, осындай кәсіптерді жасаңыздар. Бұл мал бағуда оңай емес. Ол отырып алып, диванный критик болудың мүлдем қажеттілігі жоқ, құрметті канал көрермендері. Неше түрлі адамдар бар, неше түрлі пікірлер жазады. Одан кейін бұлардың бағасының, мысалы үшін жәндегі сиыр амайын ба, болмаса жылқы амайын ба деген кісілер. Сиыр, жылқыларыңыз алыңыздар, маған десеңіздер, піл алыңыздар. Бірақ мен сіздерді қинап атқан жоқпын, өзі ұнатқан адам алады. Бұл ешкі сүті, ана сүтін алмастыратын тек жалғыз сүт, осы ешкі сүті ғана. Сонымен қатар бұл кәдімгі қарабайыр ешкілерге қарағанда бұлардың сүттерінің дәмділіктері, сүттерінің құнарлықтары әлде қайда жоғары болады. Сонымен қатар бұлардың лактация уақыттары, яғни сауын уақыттары жоғары болады, көп болады. Мысалы үшін 12 айда саудыра береді бір жылда. Даже кейбіреулері текеге қоспасаң, со бойынша 2 жылдап та саудыратындары да болады.
қазір өздеріңіз де біліп жатсыздар, ешкі сүтінің мысалы үшін қымбаттығын. Ешкі сүті мысалы үшін қазіргі таңда 1000 теңгеден болып жатыр. Сіздер өздеріңіз ойлаңыздар, сонымен есептеп көріңіздер. Кәдімгі қарапайым сиырдың өзі 3 литрді әрең береді ғой, қазір білесіздер ғой. Ал бұлар мысалы үшін 4 литр, 6 литр береді мысалы үшін. Егер жақсылап жем шөбін дұрыстап қарасаңыздар, 3 литрден бергеннің өзінде өздеріңіз есептеңіздер. Бір сиырдың жеген шөбін, жем шөбін 9 ешкі жейді. 9 ешкі жейді. Ал сіздердің мысалы үшін бір сиырларыңыз 3 литрді әрең беретін болса, 9 ешкі 30 литрден асырады мысалы үшін. Сол үшін бұл әлде қайда жәндегі бағалы. Жылқының да ішінде 20 миллиондықтары болады ғой. Сол сияқты бұларды асыл тұқымды деп аталады. Мен сіздерге қарабайыр ешкі шығарып отқан жоқпын. Сол себепті түсініп, көріп, не үшін бұл мынандай жәндегі деген сауалдарыңыз болатын болса сұраңыздар. Мынаның бәрі міне бірінші тума, жас ешкілер. Бұлардың барлығы мысалы үшін Россиядан келген ешкілерді егер білетіндеріңіз бар, және білмейтіндеріңіз бар, біз жолдың өзіне, әшейін перевозкының өзіне, мал басына лақ болсын, ешкі болсын, 100 мың мен 120 мың арасында төлеп алып келеміз. Сонда есептеңіздер. Сонда қаншалықты қымбат, қаншалықты арзан деген нені, соны есептеп көріңіздер. Міне осы ешкілерде бар. Міне керемет, мыналар міне 1,5 жасар. Енді бірінші тума, Құдай қаласа. Міне өте әдемі міне. Мынаның енесі мысалы үшін бірінші тумасында 4,5 литр сүт берген мынаның енесі. Әкесі Пиакок, анасы классика. Қазір Пиакок альпийский жаңа линияда текеге түсіп тұр. Одан кейін міне мыналар Пиакок текешіктер, бұлар да сатылады. Пиакок текешіктер қазір 8-9 айлық уже текелікке жарап тұр. Өте мықты текешіктер. Одан кейін Пиакок альпийский бұл да 1,5 жасар, енді текеге түсіп тұр. Бұл да Пиакок альпийский жаңа текеге түсіп тұр. Мынау соның енесі Фрея деген, бұл 2 рет төлдеген Пиакок альпийский. Одан кейін мынау да тазағанды Пиакок альпийский. Бұның жәндегі былтырғы несі, яғни қарапайым тілмен айта берейінші, әпшесі деп мысалы үшін, солай туыстығын енді айту үшін. Солысы мысалы үшін біреуі екем болып туылған, біреуі 4,5 литр берген бірінші тумасында, біреуі 5 литр 300 грамм берген. Міне, көрдіңіздер ма? Мыналар қазір екеуі де 1,5 жасар. Енді текеге түскен, 1,5 жасында текеге түскендер. Құдай қаласа жақсы, мықты ешкілер болады, Алла нәсіп ететін болса. Міне осы ешкілердің барлығы сатылымда. Көріңіздер, ұнап жатса хабарласыңыздар. Барлығын бір жерден болатын болса жақсы келісім болады. Россиядан қазір кіргендеріне енді 1 айдан асты ғой. Полный адаптация барлығын уже өтіп қойды. Барлық витаминдері бәрі салынып қойды. Міне керемет ешкілер көріп тұрсыздар. Мынаны енді мына жерлердің енді шамал тазаламай жүрмін мыналарды. Гөңдерін тазаламай жатырмын, тек үстінен шөп салып кетіп жатырмын. Себебі мына жерге мен бетон құйған болатын. Сол салқын болмас үшін өзінің гөңімен қыстың күні осылай жылтып тұрады. Бірақ неқтарын бәрін міне сабан қылып, осылай тазартып, әдемілеп тұрам жылы жерлерін. Міне көрсеңіздер, міне өте әдемі ешкілер барлығы бар. Осылардың барлығы сатылады. Мына шыбыш Пиакок альпийский, ол қазір 6 айында текеге түсіп кетіп тұр. Мыналардың денелері өте ірі, мыналардың бәрі. Мыналардың бәрі денелері өте ірі, әдемі. Көріп тұрғандарыңыздай. Осылардың барлығы сатылымда. Мына текешіктер де сатылымда. Алатындарыңыз болса айтыңыздар, хабарласыңыздар. 8-702-509-91-63 нөміріне хабарласыңыздар. Сол жерден келісеміз. Ол комментарияда бағаны айтпай-ақ қойыңыздар. Ол жерде мен де бағаны, мысалы үшін ешкіммен саудаласпаймын комментарияда. Себебі жәндегі малды өздері түсінбейтіндер болады. Отырып әр нәрсені айта беретіндер. Сондайлар үшін мен оны көпшілік резонанс жағдай тудырмас үшін мен айтқым келмейді ондай жерде бағаны. Себебі малдың бағасын асыл тұқымдыны түсінетін бар, түсінбейтін бар. Бұл сіздерге сразу айтайын, 15 мыңдық, 20 мыңдық кәдімгі қарабайыр өзіміздегі простой ешкілер емес. Бұлар асыл тұқымды ешкілер. Жекелеп те сатылады.
Сонымен қатар жәндегі оптым да сатылады. Оптым сатылатын болса, ол кезде өте жақсы мүмкіндік болады баршаңызға. Сол Россиядан келген бағасына осы жердегі шыққан шығындарды ғана қосамдағыны болды. Сол ценамен беріп жіберемін. Себебі маған қазір қаржы қажет болып тұр. Сол себепті барлығын бір жерден беріп жіберемін. Жекелеп те сатылады. Барлығы өте керемет ешкілер. Мынау, мысалы үшін, мынау несі буаздығы мынаныкі жақын, мынаныкі. Буаздығы жақын. Бұл жерде менде 5 түрлі линияда текеге түсіп тұр. Ертең бір-бірінің лақтарына жәндеге сала берсеңіздер болады, ұрғаш еркектерін. Себебі 5 түрлі линияда текеге түсіп тұр. Арнайы заказбен салдыртқам. Ешкілерді алып атқан кісілер болатын болса, мына осына текешіктермен парлап алуға болады. Кез келген ешкіні парлап алсаңыздар болады. Себебі бұл текешіктерге ешқайсысын салған жоқпын. Уже келесі жылға теке қылып қоссаңыздар болады. Міне биылдың өзіне де бұлар кәдімгідей жарап тұрған текелер, уже дөу болған. Мен қазір үстерінен түсіріп тұрмын ғой, сонымен шамалы кішілеу болып тұрған шығар. Ешкілердің қасында кезде көрдіңіздер. Міне өте әдемі текелер. Пякок альпийский текелер. Міне бұлар үшем болып туылған. Осыларды қосып алсаңыздар, келесі жылға уже теке дайын болады сіздерде. Пякок альпийский текешіктер. Шыбыштардың көпшілігі осы текеден түсіп жатыр. Жәндегі 2 пякок альпийский шыбыштар да осыдан түскен болатын. Керемет теке міне. Дөу. Шыбыштардың көпшілігі осы текеден түсіп жатыр. Мысалы үшін мына шыбышта осы пякокте осыдан түскен. Қаны өте мықты, керемет теке. Пякок альпийский теке, чистопородный, құжатымен, как положено. Осы текенің құдай қаласа төлдері шығатын болады. Біраз шыбыш сол текеден түсіп тұр. Мына дөу өте керемет, қаны мықты. Арнайы осы ешкілерге салуға бола. Мен алған болатынмын. Мына керемет дөу теке әдемі. Мына көріп тұрғандарыңыздай, мына ешкілер қазір поддонның үстінде тұр. Ол ар жағында жерде тұр. Өте керемет теке. Дөу, әрі. Мына ешкілер бер жағына поддонға шығып отыр ғой. Міне. Енді бұл да поддонға мінді. Көрсеңіздер, өте дөу, ірі теке. Ашейнегінің өзі керемет болып тұр оның. Кәдімгі ашейниктер симай. Сонымен арнайы осыған бола сатып әкелгенбіз ашейникті. Мына теке кереметтілігі. Машалла деп қойыңыздар. Құдай қаласа осы текенің біраз тұқымдары шығатын болады. Өте жақсы, мықты линияда